Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен базардағыдан, магазиндегіден 100 есе жұмсақ әрі күшті болып шығатын коржиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға айран, оның үстіне сұйық май, оның үстіне бір дана жұмыртқамызды шағып аламыз. Енді барлық затты жақсылап араластырамыз. Біздің коржигімізға тек қана үйдегі бар заттардан жасалады. Жақсылап араластырып алған соң, үстіне ас содасы, оның үстінен азғантай қопсытқыш, оның үстінен тағы да шым-шым ванилинді салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қажетті заттардың барлығын астында описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Барлығын осылай араластырамыз, көпіршіп көтеріледі. Енді құмшекерді салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 5 минутқа күтеміз. 5 минуттан кейін осылай қолыңызға ұстаған кезде бүртіктер пайда болады. Сондай болған болса, коржигіңіз әдемі күшті болып шығады. Жұмсақ болып. Енді бізге 1 килограммдай ұн қажет болады. 1 килограмм ұнның барлығын салып жібермейміз. Аздап осылай салып, азғантайдан салып араластырып отырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Маған қолдау көрсетіп, видеоларымды соңына дейін көріп, комментарий қалдырып отырған достарым, сіздерге үлкен рахмет. Енді астына ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп, тағы да біраз осылай илеп аламыз. Барлық жақтарына ұнды себелеп, енді қамырымыз шілей дәу болғандықтан жаюға ыңғайсыз болады. 2-ге бөліп аламыз осылай. Астына азғантай ұнды себелеп, қамырымызды жаямыз. Азғантай қолдың көмегімен осылай жайып аламыз да, сосын бетін жақсылап тегістеп, оқтаумен жаятын боламыз. Шілей жұқа қылып жібермейміз. Орташа қалыңдықта жаямыз қамырымызды. Менде арнайы коржиктің формасы болмағандықтан стаканның көмегімен жасадым. Сіздерде арнайы форма болса, сонымен жасасаңыздар болады. Міне арнайы стаканның көмегімен бөліп алған коржиктарымызды осындай листке салып, бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз.
барлығының бетіне жұмыртқаны жағып болған соң осылай вилканың көмегімен узор жасап аламыз. Бетіне сәндік үшін өздеріңіздің фантазияларыңызбен әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Міне осындай жұмсақтай ерекше дәммен магазиндегіден 100 есе артық жұмсақ коржик дайын болды. Бұны балдарыңызға міндетті түрде жасап берулеріңіз керек, өйткені балдарыңызға ұнайды. Сіздерге де ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет.